Әлі алдыма келесіңдер. Роза Рымбаеваның ұлы ашуға булықты. Әнші Роза Рымбаеваның кенже ұлы Мәди Рымбаев желідегі парақшасында өз ренішін жеткізді. Бұл туралы өзгеріс.инфо сайты хабарлайды. Мәди Рымбаевтың ашулы жазбасына желі қолданушыларының сыни пікірі себеп болған. Анасының ән кешінде өнер көрсеткен видеосын парақшасына жүктеген оған "Мына клоунды кім сахнаға шығарған?" деп жазған. "Мен қарғыс атқыр, кәсіби маманмын. Мен музыкантпын. Мені бағалап, үйрету сендердің шаруаларың емес. Жасап жүргеннің бәрін өз қолыммен, өзім істеймін. Көзіме де, беліме де зиян келтіремін. Мен осының бәріне өмірімнің жартысынан көбін арнадым. Ал тональдіктерді де білмей тұрып, мені үйреткісі келетіндерді тыңдап, төзгім келмейді", деп ашуланды ол. Сондай-ақ кәсіби маман өзін менсінбей жүргендерге де үн қатты. "Мені менсінбегендер, бәрібір ертең алдыма қайта келесіңдер", деді Рымбаев. Қадірлі көрермендер, Мәди Рымбаевтың жазбасын оқығанда ең алдымен эмоция байқалады. Кез келген өнер адамы үшін сахна тек жұмыс емес, жүрекпен істейтін іс. Бір ауыз ауыр сөз адамның еңбегін жоққа шығарғандай әсер қалдыруы мүмкін. Әсіресе клоун деген секілді пікір намысқа тиетіні түсінікті. Мәди өзін кәсіби музыкант ретінде қабылдауды талап етіп отыр. Ол бұл жолға кездейсоқ келмегенін, жылдар бойы еңбектенгенін айтқысы келген сияқты. Өнерде сын болады, бірақ сын мен кемсіту екі бөлек нәрсе екенін ұмытпау керек. Дегенмен ашуға ерік беру де кейде кері әсер етуі мүмкін. Әлеуметтік желі ашық, мұнда түрлі пікір айтылады. Танымал адамның басты артықшылығы сабыр сақтай білуінде шығар. Уақыт бәрін орнына қояды. Егер шын мәнінде кәсіби деңгейі жоғары болса, оны дәлелдейтін сөз емес, еңбек пен нәтиже. Қарапайым көрермен үшін ең бастысы сапалы өнер. Ал жеке реніш уақыт өте басылады деп ойлаймын.